Қайырлы кеш. Настроением болмай, бүгін настроениемді көтерейін деп құрбыммен облакаға келгенім бар. Енді бұл жақтың террасасы барлығы өте күшті. Атмосферасы ішіндегі кухнясы да. Тамақтарын қараңыздар. Сол, место встречи облака деп келгенбіз. Ассалаумалейкум, бәріңізге қалайсыздар? Кешегі күн гендер патиден кейін бәріміз шаршап айтып бүйтіп, бүгін бір-екі жұмыстарымызды бітіріп қаладамыз. В общем, и Гүлсарайға келіп қалдық. Маяқта Данчо бауырым бар, маяқта менің жоңышкам бар. Бұл жердің тамақтарын, етін, басын жеп жатады ғой бәрі. Бірақ біз соны неге көрмедік деп ойлаймыз. Ценалары прям арзан ғой. Масқара арзан ба? Мына 400 теңгеден. Бағалар аппетит ашады екен. Иә. Бұлай видеолардан қарасаң, в общем, кеп тұрсыздар ғой. Кеп осында тамақ ішу керек болып тұр. Қазір енді тамақтарын көреміз. Бәріңізге күндеріңіз сәтті өтсін дейін десем, уже күн бітіп жатыр, иә. Қайырлы түн. Ертеңгі күндеріңіз сәтті өтсін. Короче, достар, Гүлсарайдың мынандай фирменный басы келді. Қазір мен сіздерге жеуді көрсететін боламын. Допустим, бір штук бауырсақты аласыз. Басынан мына жақтан еріп тұр ғой. Қолда еріп тұр еттерін қараңыздаршы. Етін қоясыз. Өзінің пиязмен қараңызшы. Бисмилля. Масқар. Мына қойдың басын кеп жеу керек, обязательно. Бізге ақ болсын, короче. Сіздер кеп өздеріңіз жеңіздер. Без обид вам. Только возвращаюсь домой после рабочего дня. Вот, сегодня встретился Селек. Не знаю, как пару часов пролетело так незаметно. Поболтали, посидели. Вот это, кстати, кайф. Когда, допустим, человека долго не видишь, и вам есть о чем поговорить, что обсудить. Такие дела. Я сегодня проснулась в 6:40, из-за этого у меня такие уставшие глаза. Не могу, так сказать, режим свой в порядок привести. Всем спокойной ночи. А я пешочком так домой иду. Та-дам! Кто к нам вернулся в Казахстан? Это мадам. Столько лет. Сколько? 5 лет прошло? Мы теперь... 7-й год. Да, 7-й год, да, вот. Будем теперь в одном ТЦ с ней работать. Один день. Все, пришли покушать. Я тебя очень рада видеть.